14 жасқа толған балаларға арналған. Бұрынғының нақылы отан отбасынан басталады болса, қазіргінің тәмсілі сананы тұрмыс билейді. Келіссеңіз де, келіспесеңіз де, бұл бүгінгі күннің ащы шындығы. Заман өзгерген сайын адамдардың қажеттілігіне қарай құндылықтар да ауысып жатыр. Жаңа ғасырдың өскіндері байлыққа жетелер жолды өмірінің басты бағдар етіп алған. Құндылықтардың құлдырауына не себеп? Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Эфирде Ақиқат алаңы. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың сарапшыларымен таныс болыңыздар. Қорқыт атындағы Қызылорда университетінің ардагерлер кеңесінің төрағасы, экономика ғылымдарының кандидаты Қазыбай Құдайбергенұлы, тарих ғылымдарының докторы Сәтбай Дастан мырза, мәдениеттанушы Жанбатыр Амангелді мырза, дінтану ғылымдарының магистрі Әлібек Жаппасбаев мырза. Құрметті сарапшылар, жалпы қазақы құндылықтар туралы айтқанда, қазақы мінез, қазақы рух, қазақы менталитет, қазақы тәрбие деген сөздер бәріміздің ойымызға келеді. Осы ұғымдарды үлкен мақтанышпен сөз қылып қазір таңда айтып жүрміз. Алайда ұлтымыз үшін маңызды осы дүниелердің түпкі мағынасы өзгеріп, тек сөз күйінде ғана біз қолданып жүрген жоқпыз ба? Енді біздің мемлекетіміз дамудың жаңа жолына түсті ғой 91 жылдан бастап. Бұған дейін біздің жалпы қоғамымыздың дамудың қозғаушы күші экономика, негізгі адам капиталы ғой енді. Десе дағы ол бұрынғы жоспарлы экономикамен дамыдық. Сосын нарық жағдайына түстік, бұл басқаша дамудың түрі. Нарықта негізінен сұраныс пен ұсыныс анықтайды бәрін. Демек, қоғамның қозғаушы күші адамдар болғандықтан, енді адами капитал деп жүрміз ғой қазір. Сондықтан тұрмыс та өзгерді, жағдай өзгерді. Сосын енді бұрынғы кеңестік идеология басым болды. Сондықтан кеңестік дінді идеология мысалы. Сондықтан дінді қақпайлады, дінге тежеу жасады. Сондықтан ал енді кеше ғана жаңағы осы бас мүфти келіп кітабының тұсаукесерін өткізді ғой мысалы. Дін ол идеология. Дін қоғамның дамуына қарсы емес, дін адамдардың адалдығын, адамдардың ауызбіршілігін, семьяның тыныштығын, бейбітшілікті, тағы да осындай керекті құндылықтарды насихаттайды. Соны бізден түгел алып тастады. Бұл бір жағдай. Сосын екінші жағдай, анау кеңестік идеологияның кезінде біз орыс тілінде болдық, орыс тілді болдық. Бұл енді мен орыс тілін Абай айтты ғой, дүниенің кілті деп оны мен жоққа шығара алмаймын. Бірақ орыс тілі болғаннан кейін балдарымызды да орысша оқыттық. Кейін біздің балдарымыздың балдары да орысша оқыды. Азамат болды ғой енді. Бұның да бір әсері болды. Сондықтан қазіргі жастарымыз, енді мен жастарды кілең жастар жағында жүрем. Сондықтан осындай өзіміздің ұлттық құндылықтарымыздан алшақтап қалды. Сондықтан жаңа өзің айтқандай, енді осылай дейміз де, оның арғы мағынасы өзгерді. Бір себебі осы ғой деп ойлаймын. Рахмет. Қандай пікірлеріңіз бар? Енді қазіргі адамгершілік мәселелердің барлығы әлемдік деңгейде дағдарыста. Енді әркім әртүрлі испытание сынақ дейді ғой енді. Ғылыми техникалық прогресс бұл қашанда шиеленістіреді адамгершілік мәселелерді. Сондықтан барлық прогресс болған сайын ол адамгершілік жағынан, гуманитарлық жағынан ол прогресс бола қалмауы мүмкін. Мысалы да енді. Сондықтан біз қазір осының басынан кешіп отырмыз. Құндылықтар енді батыс құндылығы болсын, азиялық құндылықтар болсын, енді аса бір принциптік ерекшелігі жоқ, бірақ өмір шарттары бөлектеуді шамалы. Сондықтан біз енді қазір негізінен енді қорытындылап айтатын болсақ, біз ұжымшылдық психологияда адамбыз. Қазақ болу деген сөз жаңағы көбіне көптің адамы болу, қауымнан шыға алмау, ұжымшыл болу деген сөз ғой. Енді қазір индивидуализм, қазір жекешілдік, жеке бағытта. Енді бұл екеуін біріне қарама қарсы қоймау керек.
қой. Енді салыстырмалы түрде айтар болсақ, бізге енді жақында өзбек, қазақ, қырғыз ғой енді. Осы жерде де айырмашылықтар байқалып отырады да. Ғылыми техникалық прогресс оларда да бар, бізде де бар. Бірақ оларда мына премсіз сабақтастық сақталынып қалған, еңбекке деген қатынас. Ал бізде осыған бейімделу оларға қарағанда сәл бір кемшіндеу, төмендеу де енді. Әсіресе мына жастарына олар еңбек тәрбиесін жақсы берген. Премс сабақтастық. Сіз тарихшысыз. Мысалы, мынау ұлттық құндылықтарымызды біз қаншалықты дәрежеде қазір қорғай алып жүрміз? Ұлттық құндылықтарымыздан айырылып рухани жұтандап бара жатқан жоқпыз ба? Осы алаш ардақтыларының идеялары, солардың бастамалары, солардың салған сара жолы, көптеген осы мемлекеттік деңгейде жасалған дүниелер, осының барлығын жоғалтып алған жоқпыз ба? Енді жоғалту жағы да бар. Енді жалпы мына біздің қазақ жағдайында мына адам болу деген сөз ол өзінің жасына сәйкес болу деген сөз. 20-дағы адам 20-дағы болу керек, 40-дағы адам 40-дағы болу керек, 60-60 деген сияқты ғой енді. Оның әрқайсысының анықтамасы бар. Ал енді қазіргі таңда мынау ғылыми техникалық прогресс бұлардың арасын жақындастырып жіберді. Қазір 40-дағы адам психологиясы мен 20-дағы адам психологиясы айырмашылығы жоқ оншалықты. Яғни бұл кері жағдайлар да. Яғни біз техникалық прогресске бейімделе алмай жатырмыз, үйрене алмай жатырмыз деген сияқты. Бұның тағы да бір себебі кез келген қоғамның өркениеттің бір көрінісі ол әділдікке деген көзқарасы. Ең басты құндылық бұл әділдік. Жалпы мына ұлттық санамыз қаншалықты ояу? Қалай пікір білдіресіздер? Рахмет Жандос. Ағаларымыздың сөзінен кейін мен де өзімнің бір ой пікірімді айтайын. Жалпы бірінші құндылық мәселесінен бастаған дұрыс. Жалпы бұл негізгі мынау ғылымдардың өзегі бастауы болған философиядан басталады ғой. Аксиология деген үлкен бір саласы бар философияның. Аксиос деген грекше құнды, бағалы деген сөз. Кейін осы мынау өзімізге жақын ғасырларда ғалымдар бұл сөзге маңызды, мәнді деген мағынаға береді. Сондықтан құндылық негізі мынау бағалы құндыдан гөрі негізі қазіргі мағынасы маңызды, мәнді, немесе орыс тілін айтқан кезде значимый деген мағынаны білдіреді. Яғни кімге неге мәнді маңызды? Әрине бірінші адам баласына. Бірақ адам баласы әрине жан-жақ әлемнің жаңа түкпір-түкпіріне таралғанын білеміз. Ұлт ұлысқа, ру тайпаға деген сияқты әртүрлі мемлекет, әртүрлі деңгей, әртүрлі формация. Сондықтан құндылықтар да әртүрлі болып тұр да. Бірақ дегенмен осы соңғы ғасырлардың үлкен идеясы, немесе жаңа Тәкең айтып кетті, мынау Иммануил Канттың негізгі өзегіндегі құдай мен заң туралы идеяны айтып кетті, әділдік ұғымындағы. Жалпы адамзат құндылықтары бар. Мысалы, общечеловеческие ценности дейміз. Оның ары қарай иерархиясы бар, жалпы құндылықтардың типологиясы бар. Мысалы, Мелтон Рокич деген американдық ғалым болған, 18 құндылықты анықтаған, терминальды дейді, яғни базалық негізгі. Және соған апаратын 22 инструментальды құндылықты анықтаған, яғни соған сәйкес. Сондықтан құндылықтарды зерттеген өте көп. Құндылықтар жаңа айтқандай материалды, рухани, ұлттық, шынайы құндылықтар бар, мәңгілік құндылықтар бар, алдамшы құндылықтар бар, уақытша құндылықтар бар. Құндылықтар және этностық құндылықтар бар, тек қана бір этносқа жақын. Соның ішінде енді айта берсек өте көп. Жалпы құндылық табиғаты адамға байланған және көпке дейін затқа негізделіп, затқа қарай байланған деп есептелсе, бірте-бірте адамға және адамнан туындайтын деген идеяға келген. Сондықтан адаммен бірге өмір сүреді құндылықтар. Ал енді мына өзіміздің ұлттық құндылыққа келсек, жаңа проблемалар бар. Біз енді бірнеше жағдайдан өттік қой, жаңа Қазыбай ағай айтып кетті. 3 ғасыр бойы қазақ былайша айтқан кезде өзі бола алмады ғой. Басқа мәдениеттің, басқа жаңағыдай құндылықтардың жүйесінде, бірақ өзегін сақтауға тырысты. Тіл ретінде, әдебиет ретінде, жаңағы өзінің бір салт дәстүрі ретінде, діни наным сенімі ретінде. Сондықтан қазір былайша айтқан кезде өтпелі құндылықтар қазақ мәдениеті үшін. Себебі қазіргі қазақ мәдениетінің ахуалы менің ойымша күрделі, өте күрделі. Себебі тіпті мынау Қызылорда облысы кезінде мысалы 2011 санақ бойынша 96% қазақ, бірақ дегенмен қазір мысалы мен мысалы Алматы, Астанада жүрген сияқты боламын. Неге? Себебі ата-аналары, ата-әжелері кейде өзге тілде, орыс тілінде сөйлесіп бара жатады немересімен, балдарымен. Мысалы бұл не деген сөз? Бұл олай болса шамалы тілдік құндылықтарымыз, өзіміздің дәстүрлі құндылықтарымыз өркениеттің ықпалымен бір шама құбылып бара жатыр деген сөзді. Сондықтан мәселелер өте көп. Кезіндегі немесе мысалы Жалын журналының кеңес үкімет кезіндегі данасы 100 мыңнан асса, қазір мысалы 2 мыңға соған дейін жетпейді мысалы. Осының барлығы бір біздің құндылықтарымызда үлкен проблема, үлкен мәселе бар деген сөз. Сөзіңіз ауызда. Жаңа енді құндылықтардың көп бағыттарын
типологиясы. Қоғамға қатысты айтып жатырсыз. Жалпы қазіргі қазақ қоғамында қандай құндылықтар қозғаушы күшке ие деп ойлайсыз? Енді оны айту оңай емес, енді бірақ енді негізі құндылығымыздың өзегі бізде жалпы адамгершілік қой. Адамгершілік, имандылық деген тақырыпта тек қана таза діни мағынада емес, жалпы адамгершілік, үлкенге құрмет, кішіге ізет деген сияқты жаңа ағаларымыз айтып кетті ғой, әр адамның өзінің жасына байланысты, заманына байланысты орны бар деген сияқты. Негізі біз осынан айырылып қалмауымыз керек. Және әрине мәдениеттің мәтіні матрицасы ретінде ол тіл жүзеге асады, тек сөйлеу мағынасында емес. Бұл жерде сондықтан біздің қазақ мәдениетінің қазіргі тәуелсіз жағдайында өзінің жаңағы тілдік басымдылығын және тілдегі тарихи мәдени бүкіл ақпаратты, білімді, құндылықтарды жинап сақтау мәселесін орынға алу керек. Әсіресе бұл енді мәдени мұра бағдарламасы маған қатты бұл әсер етті, мысалы осындай жағдайда. Сондықтан құндылықтарды сақтап қалуымызға болады. Ол үшін бірінші мемлекеттің үлкен ықпалы керек, жаңа шешімі керек. Және Қазақстанда өзін қазақстандықпын деп, немесе өзіміздің ұлттық тұрғыда қазақпын деп есептейтін әрбір азаматтың үлкен бір қайрат жігері қажет деп есептеймін. Бұл жерде мынандай күрделілік проблемалар туралы біз көп айтуымыз керек. Қазір енді айта беретін ГТР ғой, енді ғылыми техникалық революция бейімделу өте қиын болып тұр. Бұл барлығымызға да. Енді қазір біз көрермен болып бара жатырмыз. Зритель. Ал біздің заманымызда ол оқырман. Қазір енді оқырман мәдениеті менен мынау көрермендік мәдениет, бұл екеуін біз қаша алып жүруіміз керек та. Қазір алып жүре алмай келе жатырмыз. Ол жоғарғы деңгейде түсінілмей жатыр да. Бізде технологияға адамның жан дүниесін қалыптастыруды бір технологиялық процесс деп қарап жатырмыз да. Ол технологиялық бағына қоймайды, руханияттың заңын бөлектеу. Вот сондықтан бізде жаңағы кітап мәдениет. Айталық, жаңағы діндердің барлығын айтайық, мысалы, сначала было слово, это Библияда, слово было Бог. Ал енді Құранда келетін болса, Құранның өзі кітап деген сөз. Ал бұл алақанды жай, бұл кітаптың символы. Сондықтан бізде мына кітап мәдениетінен, оқырман мәдениетінен айырылмауымыз керек. Біз өкінішке орай соған қарсы жүзудің орнына қазір соның жетегінде кетіп бара жатырмыз да. Сондықтан бізде бұл стратегический, фундаментально үлкен бір қателік бар да. Бізде европейничание. Біз Европа болғымыз келеді да. Қандай болған күнде де, қалай болған күнде де. И бұл жоғарыдан таңылып жатыр да. Нео-большевиктік әдістермен таңылып жатыр. Рахмет. Сөзіңізге бір не болсын, жақында ғана бір лекцияда балаларға көп кітап оқыңдар деген бір ақыл кеңес айтып жатырмын ғой енді. Сөйтсе кейбір студенттер мысалы неліктен, неге деген сияқты сұрақ қойып жатыр да. Бұл да бір үлкен жаңағы өзіңіз айтқандай рухани немесе бір құлдыраудың көрінісі деп есептеймін өз басым. Мысалы, неліктен кітап оқуым керек деген сөз өте ауыр сөз ғой. Мынау кез келген құбылыстың екінші жағы болады. Жақсы, жаман, ұзын, қысқа, жарық, көріңгі, тағы сияқты. Мынау ғылыми техникалық революция деп жатырмыз, жаһандану деп жатырмыз. Қазір осыдан бір біздің кезімізде мен Америкаға барып келдім десем, біз жынды дейтін түкіміз оны. Өйткені айтып тұрсың сен. Қазір Америкаға емес, бүкіл әлем қолымызда тұр. Бұл жақсы. Бұның ең жаман жері бар. Жаман жері. Бұның жаман жері мынау хабар кез келген жерден алады жастар. Сондықтан жалпы адамның психологиясында мынаны жасама, мынау жаман деген болмаса, кім ата-ана баласына арақ іш, бұзық бол деп тәрбиелейді? Ондай жоқ қой. Сондықтан мынау қазір жаһандану процесінде, қазіргі мына хабарлардың жан-жақты кезінде кейбір құндылықтарымыздан біз айырылып қалдық. Мысалы, қымызымызды немістер алып кетті мысалы. Кімнің Ермек Тұрсыновтың «Қара шаңырақ» деген кітабы шықты орыс тілінде. Сонда гольф деген ойын бар екен ғой. Сол біздің көшпенділерден шыққан екен мысалы. Гольф, поло. Қазы қарта мысалы. Оны да алып кетті. Сондықтан мынау екінші жағы бұның жаһанданудың, мынау жаңа хабарлардың мықты болуының жаман жағын біз кейде қабылдап, кейде кейбір өзіміздің рухани көшпенділерден келген құндылықтардан айырылып қалып жатырмыз. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін біздің ақпарат ашық, кеңістік ашық. Кез келген ақпаратқа жас болсын, үлкен кісі болсын, көзқарасын немесе сол ақпараттардың әсері тікелей болып жатыр қазір. Дұрыс айтасың. Бұған ол сен мынаны жаса, жасама деп ол әркімнің өзінің рухани дүниесіне қол сұға алмаймыз. Бірақ мысалы жапондар запрет жасаған. Мысалы, мынау
Россияда запрет жасады мынау немен Шектеу айтуды. Иә. Біз запрет, ол мемлекет тұрғысынан кәдімгідей бір заң сияқты қылып жасамаса, ол кетіп қалды бәрі. Бұны тоқтату өте қиын қазір. Қазіргі проблема, енді негізі мен де қосыламын. Қазіргі негізгі проблема баланы тәрбиелеуде, мына ғылыми техникалық революцияның керемет жағы, біз ақпаратты тез алмасамыз да, бірақ үйге келген кезде көп жағдайда балаларымызға жаңа қалта телефонды жіберіп қоямыз, тыныш болсын деп. Телефон, планшет, одан қалды үйге IDTV-ді қосып қойдық. 160 канал, оның 20-сы мультфильм, және де ол мультфильмдер қазақ тілінде емес. Бала ананы көріп отырып, сол мәдени құндылықпен өседі да. Және де оның эмоциясы, жаңа психологтардың айтуы бойынша, бала мына өмірде эмоция бермейді, ана өмірге эмоция көп бөліп тұрады. И осының салдарынан біз осы кешегі тәуелсіздік алғанға дейін аутизм деген ауруды естімеген тұғымыз. Қазір аутизммен ауыратын балалар көбейіп жатыр. Болат Өтемұратов арнайы орталықтар ашып жатыр республика бойынша. Міне, негізгі жұмысты біз орта жас болсын, алдыңғы буын емес, біз мына төменгі жақтан бала шағаны тәрбиелеуден бастау керекпіз да. Егер де оларға дұрыстап дүниялық құндылықтарды түсіндіретін болсақ, енді ол дүниялық құндылықтар барлық мәдениетке ортақ. Ол буддизмге де, ол исламға да, ол христианға да, ол Американ аборигендеріне де. Мына қазақша айтқанда Мұса пайғамбардың оны өсиеті. Адамды өлтірме, өтірік айтпа, біреудің затына көз салма, ұрлама, неме. Міне осындай құндылықтарды егер біз балаға о баста үйрететін болсақ, және де алдыға деген мынау өзінің ой-өрісін кеңейту арқылы дүниені тануды үйретсек, бала өзі шектеу қоя алады. Рухани құндылық пен материалдық құндылықтардың арасында қазіргі таңда көрінбейтін бір қақтығыстар жүріп жатыр. Дұрыс айтасың. Енді ақиқатына келгенде Шатастырып алды. санамызда қайсы құндылық басым? Шындығын айтайықшы. Шындығын айтсақ, қазір материалдық құндылық басым. Материалдық басым. Өйткені кішкентай балаға дейін енді несін жасырамыз? Жемқорлық деген бізде дендеп тұр ғой. Кішкентай балаға дейін, ой, ата ақша болса бәрі болады дейді. Қандай ұғым десеңізші? Ол ақша қаяқтан келеді, қалай, онда шаруасы жоқ. Бұны бізде денежный фетишизм дейміз. Ақшаға бір құдіреттік күш беру. Сондықтан қазір материалдық құндылықтар басым. Қараңыздаршы, көшеде бұрын бір шамалы уақытта не қылсам киоскілер тұратын еді. Газет журнал сатылатын еді. Мен Алматыға барам, мен балдарым тұрады. Сөз печат әлі тұр. Иә. Қазақша газет таба алмайсың мысалы. Осы бір көрініс мысалы. Сондықтан қазір материалдық құндылықтар басым. Ол енді бірақ осы жерде бір ынсап деген болу керек. Мейлі 10 машинаң болсын, 20 үйің болсын, 8 самолетің болсын, ертең кетесің. Алла тағала бесіктен табытқа дейін берген бізге өмірде. Мынау қай кезде міне жаққа кететін оны айтылмайды, оны бір Алла біледі. Бірақ пиғыл ынсап өзгеріп бара жатыр. Тойым жоқ. Иә. Сол ол балаға да беріледі. Болмаса кейбіреулердің биографиясын оқимыз ғой, мақұл министр болып жатыр, вице-министр 5-6 оқу орнын бітіреді. Англия, Россия қай кезде бітірді ол мысалы? Қай кезде ол үлгірді о жаққа барып мысалы? Бірақ бар, ең болмағанда 3 оқу орны, я 2 оқу орны. Ол қалай сонда? Сонда не болған сонда? Білім қайда? Шындық қайда? Бағана сен жақсы айтып отырсың. Сенім қайда мысалы? Кішкентай балалардың өзінде де өсіп келе жатқан мансап құмарлық басым. Басым. Мансап құмарлықтан бөлек, сол мансап арқылы материалдық құндылыққа жету деген ойы басым. Дұрыс, міне. Мансапта болып, ол әділ жұмыс жасаса, оған ешқандай дәу жоқ. Жалпы мен сіздерге бір статистикалық мәлімет келтірейін. 2018 жылдан бастап біздің елімізде осы құндылықтар жүйесін зерттеумен Эберт атындағы неміс қоры айналысып жатыр. Сол қордың қорытындысы бойынша әлеуметтік сауалнамадағы отбасын басты құндылық ретінде бағалағандардың үлесі 93,5%. Жұмысы маңызды санайтындар 49%. Үшінші орында достардың маңыздылығы 4,6%. Онан кейін бос уақытты 7%-бен бағалаған. Ал дінге ерекше мән беретіндердің үлесі 29%. Ең соңғы орында саясат 13,5%. Жалпы бұл қазақы танымның өзгеріп бара жатқанын көрсететін сияқты. Мысалы, бұрын біз отан, отбасы, ағайын, туыс, біздің сыйластығымыз, досқа деген құрмет мәселесін қойып, содан кейін барып мүмкін бір кәсіп, мүмкін бір басқа да бағыттар болатын. Қазіргі таңда мына сауалнаманы көріп отырсаңыздар, соңғы 3 жылда әртүрлі өзгерістер бар. Одан қазақ қоғамына, біздің елімізге қауіп бар ма? Жаңағы сіздің сауалнамаңызға бір айтым келіп тұрды. Біз сіздің ел бір декларация жасауға, декларировать етуге кереметпіз да. Жаңағы сауалнамаға 93% отбасын бірінші орынға қойып отыр, бірақ алайда сол уақытта 19 жыл, 18 жылдарда ақпаратқа сәйкес Қазақстанда әрбір үшінші отбасы неке шартын бұзып отыр да.
шамалы бір неге енді мүмкін сол кезде социологтарға түскен азаматтар сондай болған шығар. Енді бірақ сіздің айтқаныңызға байланысты айтқымыз келеді. Қоғам болғаннан кейін бұл қоғам өмірі динамикада тұрады да, қозғалыста тұрады. Өзгерісте тұрамыз. Біз статикада тұрып қалсақ, онда бітті, құрдымға кеттік. Динамикада тұрғаннан кейін жаңа өзгерістер, алдыға деген ұмтылыстар болады. Енді сананы тұрмыс билейтін заман, өкінішке орай, или қуанышқа орай, әркім өз бағасын берер. Отбасы болғанда да қазір жаңағы айтқандай мәселелер алдыңғы қатарға кетіп қалды да. Мысалға біздің әжелеріміз, аталарымыз, әжелеріміз кезінде күйеулерін соғысқа жіберіп, өзі елде қалып жұмыс істеп, қазіргі адам ондай жанкештікке барамыз, жаңа Дастан ағамыз айтқандай. Сондай мәселеге келеміз. Енді мынандай сұрақ қойғым келеді. Қазақстаннан неге жастар басқа елдерге кетіп жатыр? Соны журналистер жиі сауалнама жүргізеді, мен қарамда күліп отырам жұрттың жауаптарына. Бұл сол көрсетеді біздің ситуацияны. Өйткені шетелге кететін қандай жас, өз-өзіне сенімді, нағыз бірнеше шет тіл білетін мінекей адам. Ол неге кетеді? Ол бірінші бізде әділдіктің жоқтығынан. Ол көріп отыр. Мұнда келсе бірден бюрократияға түседі, подпресс түседі, таусылмайтын отчет, қағаз. Зачем оны алып? Оның өмірі бір 60 жылға келді ғой. Қазір адамның өмірі мынау спортивный карьера ұқсап барады. Ол тез осы уақытта 15 жылда жасап алмаса өзінің базасына, ол болмайды. Сондықтан олар шетелге кету. Оларда более әділ, ондай қағаз жоқ. Мінекей еңбегіне қарай төлейді бірден ақшаны. Ол 10 жыл істеп келеді, біздің келеді жүреді. Мінекей осы жағы. Енді ана жаңағы сауалнамада бірінші кезекке ең жоғары пайыз отбасы алып тұр ғой. Енді ол процентінің қаншалық шын екенін мен білмеймін. Бірақ енді отан отбасынан басталады ғой. Тәрбиеден басталады. Ол бұл жерде тек қана ана кішкентай жастарды кінәлай беруім де керек. Ата-аналарға да байланысты. Бір неде магазин аралап жүрміз. Емізулі балаға не беріп қойыпты. Bir қызым немерем ғой енді. Сосын тоқтатып айналайын, мынау қалай десем, шаруаңыз не ата деді мысалы. Ол анау қазір айтып жатыр ғой, мына телефонның қаншалық жүрекке әсер етеді, көзге әсер ететін. Оны біліп жатқан, бала тек тыныш жыламаса болды. Сондықтан бұл жерде ата-аналар, отбасы ата-ана ғой енді. Солар алдыңғы қатарда тұру керек. Тәрбиемен айналысу керек. Мектеп, ол заман кетті қазір. Біз енді мынау қазіргі ғылыми техникалық прогрессте баяғы гонка вооружений сияқты болып кетті да, жарыс, технологиялық жарыс. Енді біз бұл жерде біз алып шығатын тек қана мына отбасы құндылығы. Біздің ментальность. Біздің басқа брендіміз жоқ ұсынатын да. Дәл қазір жағдайда шындықты айтайық. Біз отбасын, мықты отбасы болса, ол алып шығады. Ол үшін әйелдер жасын пенсиясын төмендету. Сол кезде әже хотя бы баланы тәрбиесіне араласа алады. Ал енді технологиялық жағынан артта қалып бара жатырмыз деп бай балам салатындарға мен айтар едім. Амангелді Иманов жаңа қылышпен қайқымен жүрген кезінде жүріп самолетпен соғысқан. Сондай артта қалушылық болған. Ал бізде ондай артта қалушылық жоқ қой, құдайға шүкір. Сондықтан жанға берудің керегі жоқ, барлығында бірдей. Ағарту саласына кететін болсақ, бұл адам қызметінің жалпы ежелгі заманнан келе ең бір консервативный саласы. Ол басқа жағына бола береді. Ал адамның педагогический деятельность ең бір консервативный саласы. Сондықтан бұған келіп нені ұстай берудің керегі жоқ. Бұны қытайлықтар жақсы ұстанып отыр. Конфуцианский цивилизация, еврейлер жақсы ұстанып отыр, Южный Корея жақсы ұстанып отыр. Олар жаңа біз сияқты жарыс, осы жаңа технологияны енгіз деп біз система образованияны бүлдіріп жатырмыз да. Бір кезде большевизм жаңа деп коллективизация құрған, малды қырды, халықты қырды, индустриализация тағы да қырды. Вот жаңа деп. Біз енді жаңа деп оқу системасын құртып жатырмыз. Рахмет. Енді тағы да мынандай сұрақ туындайды. Осы жаһандану дәуірі дейміз қазір. Жаһандану процесі дейміз. Осы жаңағы мына құндылықтардың, рухани құндылықтардан гөрі материалдық құндылықтардың артып бара жатқанын да мойындап тұрмыз. Жалпы мынау осы процестердің арасында қалың жұрттың қамын ойлағаннан гөрі өзінің қарақан басын ойлайтын тұлғалар, азаматтар көбейіп бара жатыр ма? Қалай ойлайсыз? Көбейіп бара жатыр. Иә, көбейіп бара жатыр. Өзі қазір ортақ мүдде, елдің мүддесі, мемлекеттің мүддесі дегеннен гөрі өзімнің жеке мүддем, жеке өзімнің қарақан басым дейтін азаматтардың саны көбейіп бара жатқан сияқты. Көбейіп бара жатыр. Мынау енді нарық жағдайында бұл нарықтың бір артық жері бар. Ол кәсіпке шек қойып атқан жоқ. Кәсіпке мысалы. Тек анау наша сатпа, ондай басқа қандай кез келген дүниені жасауыңа болады.
Бірақ бұл енді кейбіреулерге тиіп кетер менің сөзім. Иә. Мына билік басындағылар мысалы көбі енді. Иә. Ол енді сол негізінен жақсы көрінеді, не қылады, сосын өзіне қарай бұрып кетеді. Иә. Өзіне қарай бұрып кетеді. Сондықтан бұл жеке байысам екен, ынсап болу керек та енді. Ынсап жоқ қой. Сол ынсаптың жоқ. Қанағат. Болмаса енді тағы да қайталап айтамын, сот сотталса, прокурор сотталса, министр сотталса, сонда бұл қалай болған дегенім ғой. Иә. Сондықтан бұл жерде адамдарда бір ынсап болу керек, шүкірлік болу керек барына. Өйткені адамдар бір нәрсені түсіну керек кім болса да. Жаңа мен айттым, қанша байлығың болғанменен ертең мынау табыт келеді, соны мойындау керек. Ол Алланың құдіреті ол, Алланың шеберлігі ол. Иә. Сондықтан туған күніміз туралы айына, сағатына, минутына дейін қағазымыз бар. Ана жаққа кететініміз білмейміз. Кететініміз анық. Ол сондықтан о дүние деп жатырмыз. Мына дүниедегі тірлігіңменен ана жақта екі жолдың біреуіне түсесің. Тозақ я пейіш. Осыны түсіну керек. Сондықтан мына дінді итермелей берудің керегі жоқ. Дінді керек болса пайдалану керек. Осы орайда Дін сабағы деген сабақ жүреді екен ғой. Соған біздің ислам дінін қосу керек. Соған көбірек орын беру керек. Ол тек тазалыққа, шыншылдыққа, адалдыққа, адамгершілікке соған тәрбиелейді ғой мысалы. Қазыбай ағаның сөзін жалғастырайын. Осындай өзімізде Қазақстанда осы тақырыпта зерттеулер жүргізілген. Серік Нұрмұратов деген ойшыл философ ағамыз бар. Рухани құндылықтар мен діни құндылықтардың бір қоссақ деген сондай бір еңбегі бар. Өте керемет. Діни мағынаны бізде өкінішке орай әлемдік бұқаралық ақпарат құралдар жаңағыдай бір білушілік, жаңағы терроризм, экстремизм сияқты көрсетеді ғой исламда әсіресе. Ал негізі өзіміздің дәстүрлі қазақи құндылықтарымызда ислам құндылықтары ол ұлттық құндылықтарымыздың бір несі, өзегіне айналған. Сондықтан азаматтарға әсіресе жаңағы айтқандай биліктегі барлық кішкентай үлкенді кішілі бір қызметі бар кісілерге өз жеке адам болсын тіпті бір рухани адамгершілік құндылықтарды негізге алу керек. Себебі бүкіл әлем, мысалы алды көпті шетелдерде болдық, бүкіл әлем негізі діни құндылықтарды елдің мүддесіне пайдаланады. Дұрыс айтасыз. Бүкіл ақш болсын, бір квартал жүрген сайын шіркеу, Ресей болсын, жаңа өзінің бір саяси идеологиясына айналдырған, басқа елдер болсын. Сондықтан бізде де амандық болса сол рухани діни мағынадағы адамгершілік деп есептейік. Марқұм Жарылқасын Жұмабеков ағамыз имандылық туралы бір үлкен категория деп үлкен бір мақала жазған кезінде имандылықты адамгершілікпен байланыстырып, тек қана діни термин ретінде емес. Сондықтан бізде де сондай тұлғалар, азаматтар шықса, біз қуануымыз керек та. Оларды қудаламай, қысымға ұшыратпай, экономикадағы тұлға болсын, саясаттағы тұлға болсын, бизнестегі тұлға болсын, ғылымдағы тұлға болсын. Олар жаңағыда шетелге кететіндей емес, қайта Қазақстанда, Қызылордада, ауданда, ауылда жүріп, елге, жұртқа үлгі болатындай болса, онда біз құндылығымыз жоғалмайды деп ойлаймын. Ұлы Абайдың Алланың өзі де рас, сөзі де рас деген сөзі. Ұлы Абайдың. Қонаевтың өзі, оның үлкен әкесі, Қонай қажылыққа барған адам. Қонаевтың өзі кешегі кеңестік бұлай құрсаулап тастаған идеологияның өзінде Аллаға сенді. Бірақ ол ашық айтқан жоқ. Мысалы, Қожа Ахмет Яссауиға келген кезде тиын тастайды екен, неше метр екен мынаның несі, білейік деп, құндылық. Ана ар жағындағы бабаға барғанда бұлай құшақтап өлшейді екен. Тәу өткені ғой енді. Сондықтан дұрыс айтып отырсың. Жалпы дінді оны шеттетпеу керек. Дінді біздің мынау жастарымызды тәрбиелеуге, жалпы мынау адамдағы ынсапты шақыруға пайдалану керек. Иман деген категорияға келеміз ғой, жаңа айтып отқан. Ағылшынның адам дегені human дейді да. Осы екеуі ұқсас теңдес парадигма ғой. Иман дегеніміз адамның бір сондай болу категориясына келеді. Кеше ресейлік бір олигарх кісінің несінің интервьюін қарап жатырмын да. Сол кісінің айтты, сіздің сөзіңізді айтып отыр ол кісі деп. Орысша айтқанда в гробу нету карманов дейді. Табыттың қалтасы жоқ. Мен осы қоғамда таптым, осы қоғамға бәрін саламын дейді. Ол жаңа өзі Краснодарда тұрады, Краснодардан үлкен футбольный команда құрған, футбольный академия салған, стадион жан-жағын бәрін парк қылып жатыр. Енді орыстың несіне келетін болсақ, орыстарды баяғыда да болды. Мамонтов болды, Третьяков болды, жаңа өздерінен кейін андай құндылықтарды қалдырып кетті. Бізде енді неге жоқ деген болсақ, бізде байлардың категориясы енді қалыптасып жатыр да жаңадан. Өйткені жаңағы Дастан ағамыз айтқан коллективизация, университация кезінде шамалы дәулетті жігіттердің бәрін, кісілердің барлығын құртып жүрді. Енді келесі категория байлар, ауқатты жігіттер, қыздар келіп жатыр.
олар әлі онымен бөлісу керек екенін түсінбей жатыр да, жаңағы сіздің айтқан ынсапқа келген кезде. Мүмкін осы ұрпақ дейміз ғой, поколениясы, осы поколениясы кеткен келесі поколениясы мүмкін соған келетін шығар, бірақ оған дейін біз әлі халықтың ұлттық құндылықты жоғалтып алмау керекпіз да. Соған осы кезде енді мемлекет араласу керек. Мемлекет ақыры тікелей ақпараттық кеңістікте негізгі тапсырыс беруші мемлекет болып келеді бізде. Бұқаралық ақпарат құралдары да болсын, басқа да дүниелерде болса, кітап шығаруға деген мемлекет енді осы ретте ұлттық құндылыққа бағытталған дүниені, кітабы болсын, басқа да контент дейміз ғой енді. Контентті сол мемлекет, әзірше мемлекет өзі тапсырыс беріп отыру керек. Біз айтады, мемлекет көп нәрсеге араласпау керек. Бірақ осы жерде мемлекет араласпаса, біз онда жоғалтып аламыз. Біз қоғам болып, ел болып, әрбір мынау бесіктегі сәбиден ақсақалымызға дейін осы елдің мүддесі үшін бірге жұмыс жасақ, ойлаймыз, еліміз бәсекеге қабілетті ұлт қатарында болады, бәсекеге қабілетті мемлекет қатарында болады, тарихымызды білетін, дәстүрімізді білетін, жаңа Дастан Сәтбай мырза өте керемет айттыңыз ғой, шетелде жүрсен де, сыртта жүрсен де, әлемнің қай түкпірінде жүрсен де, әрбір адамның ішкі жан дүниесі, рухани байлығы, ұлтқа, елге деген құрметі жоғары болса, ол әрдайым бәсекеге қабілетті болады. Келіп қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Әрдайым жақсы күндеріміз көп болсын.